Қазіргі таңда қазақ әйелдерінің топ 3 ауруы. Әрине ол асқазан ішек жүйесінің ауруы, екіншісі ол щитовидкадағы аурулар және надпочечниктегі аурулар. Бұл аурулардың түп негізі стресстен басталады. Қазіргі уақытта көптеген әйелдер босанғаннан кейін өздерін күтуге немесе өзінің жағдайын жасауға мүлде қолы тимейді, немесе өздерін аямайды, жертва состояниесіне болғандықтан көптеген туған туысы болсын, күйеуі болсын, енесі болсын, ол әйелдің жағдайын жасамайды. Сондықтан бұндай әйелдерге ең алдымен өзін жертва состояниесінен шығарып, міндетті түрде күйеуімен, ата-енесімен, туған туыстарымен сау қарым-қатынас құруға әрекет етуі керек. Одан кейін өзінің денсаулығына құндылықты басымырақ қою керек. Өйткені босанғаннан кейін әйел адамның организмі қайтадан қалпына келу үшін көптеген маңызды факторлар орын алады. Сондықтан ең бірінші сіздің состояниеңіз дұрыс болу керек. Сізде стресс деген состояниені одан сайын ухудшает, поэтому осы стрессті былай айтқанда өте әдемі түрде өткізу керек деп ойлаймын. Яғни босанғаннан кейін сізге стресс тудыратын бүкіл факторлардан арылғаныңыз дұрыс.